Сәлем достар, біздің бүгінгі медицина бойынша сабақтың тақырыбы сүйектің байланысының түрлері, яғни қандай түрлері бар, қалай қосылады, сүйектің бірігу мен буындарына жеке тоқталып айтып беретін боламын. Сіз арнаға тіркелуді ұмытпай, лайк басып, видеоны достарыңызға жіберіп, қолдаңыз. Ең бірінші сүйектердің бірігуінің негізгі екі түрі бар. Тікелей бірігу және үзіліп бірігу. Яғни үзіліп қосылу деген сияқты айтсақ болады. Енді бізде тікелей бірігуді синартроз дейміз, үзіліп бірігуді диатроз дейміз. Синартроздың өзі үш түрлі болады. Синдесмоз, синхандроз, синастоз. Енді оларға жеке тоқталсақ, бірінші синдесмоз. Бұл сүйектердің бір-бірімен талшықты дәнекер ұлпа арқылы бірігуі. Оған мысал ретінде бас қаңқа сүйегінің жіктермен бірігуін, тістердің жақ сүйегінің тіс ұяларына бекуі кіреді. Екінші түрі синхандроз. Бұл сүйектердің шеміршектер арқылы бірігуі. Бұған омыртқаның бір-бірімен қабырғаның төстің сүйегіне бірігуін жатқыза аламыз. Үшінші түрі синастоз. Сүйектердің бір-бірімен сүйек ұлпасы арқылы байланысы. Сіздерге фотода жамбас пен білектің омыртқаның қайтып бірігетінін көрсеттім. Енді буынға тоқталып қысқаша айтып кетсем, шынтақ буыны мен иық буынына тоқталатын боламын. Жалпы буын дегеніміз сустав, иықтың буынына тоқталсақ, плечевой сустав дейміз. Орысша ол шар сияқты болады, көп шығыршықты буын болып келеді. Буын, яғни тоқпан жіліктің домалақ басы жағы жауырынның буын шұңқырынан пайда болған. Оның қапшығы тоқпан жіліктің басын анатомиялық мойнына дейін жауып, жауырынның буын шұңқырының шетіне жабысады. Құстұмсық иық байламымен және бұлшық етпен бекиді. Осы буын арқылы екі басты бұлшық ет, яғни бицепс еттің сіңіруі өтеді. Бұлшық ет жиырылғанда жіліктің басы жауырын шұңқырына жақындап қысылады. Жалпы буындағы қимыл үш бағытта болады. Фронталь, сагитал және қолды денеге жақындатқан кезде осындай үш түрлі қимыл бар. Фронталь ол шығыршында бүгілу болып келеді, сагиталда жазылу, ал қолды денеге жақындатқанда и плюс вертикаль жағдайда қолдың қаңқасы толық бұрылады. Енді шынтақ буыны локтевой сустав деп атаймыз. Ол өте күрделі буын болып келеді. Фотода да көрсетілген ақ жерлері қайтып біріккені и буын қалай тұрғаны. Жалпы шынтақ буыны ол шынтақ пен оның шыбығымен тоқпан жіліктің дистал ұшынан пайда болған, яғни қайтып біріккені. Бірінші сол жақтағы фотода. Онда үш түрлі буын бар. Біріншісі иық шынтақ буыны, екіншісі иық шыбық буыны, үшіншісі проксимал шынтақ шыбықтың буыны болып үш түрге бөлінеді. Жалпы барлық үш буын бір қуысқа тығылып, бірдей буын қапшығымен оралған. Иық шынтақ буыны шар іспетті болып келеді. Қол қоспасының буыны шыбық сүйегімен жоғарыда қатарда қоспа сүйектерінің бірігуімен пайда болған. Яғни сіздерге қол қоспасы буыны туралы ақпарат беріп жатырмын. Осымен достар, мен артсиндесмология, яғни сүйектің байланысының түрлері мен буындарға тоқталып сіздерге түсіндірме жұмыстарын жүргіздім. Сіздер ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, мені қолдап өтіңіздер. Көп видео әлі шығады.